Әлем оны Алибаба империясының негізін қалаушы, Қытайдың ең бай адамы деп таниды. Бірақ оның шын есімі Майюн және оның өмір жолы жоқ деген жауаптан құралған ұзақ тізбек. Ол мектептегі емтихандардан 2 рет құлады. Университетке түсу үшін жыл бойы талпынды. Оқуын бітірген соң ол 30 түрлі жерге жұмысқа өтініш береді. Бірақ барлық жерде сіз бізге жарамайсыз деген соғ жауап алады. Тіпті қаласына KFC ашылғанда 24 адам жұмысқа барады. Соның 23-і қабылданып, тек бірақ адам өтпей қалады. Ол тағы да Джек Ма еді. Полиция қатарына тұрғысы келді. Сіз тым аласасыз деді. Гарвардқа 10 рет құжат тапсырды. 10 ретте есік тарс жабылды. Ол кезде Джек Ма кім еді? Ол айына $12 табатын қарапайым ағылшын тілі мұғалімі болатын. Бірақ оның өзгелерден бір айырмашылығы болды. Ол ешқашан тағдырға өкпелеген жоқ. 1995 жыл. Сиэтл. Джек алғаш рет компьютер мен интернетті көреді. Ол іздеу жүйесіне сыра деп жазады. Американың, Германияның сыралары шығады. Бірақ тізімде Қытайдың бірде-бір тауары болмайды. Сол сәтте оның санасында найзағай жарқ еткендей болады. Неге біздің кәсіпкерлер әлеммен байланыспасқа? Ол 17 досын пәтеріне жинап интернет платформа құру туралы идеясын айтады. Достар оған сенбеді. Интернеттің не екенін де білмейтін. Бірақ Джек Ма оларға бүгін қиын, ертең одан да қиын болады. Бірақ арғы күні бәрі тамаша болады. Өкінішке орай көпшілігі ертең кешке өліп кетеді де арғы күнгі күнді көрмейді деді. Ол Алибабаны құрды. Алғашқы 3 жылда компания бір тиын да табыс әкелген жоқ. Оған есуаз қияли деп күлді. Бірақ ол тоқтамады. Бүгінде Джек Ма аңыз. Ол өз сәтсіздіктерін алтын активке айналдыра алды. Ол былай дейді: егер сені жұмысқа алмаса, демек сенің өз компанияңды құратын уақытың келді. Егер саған есік жабылса, демек сен өз терезеңді ашуың керек. Сенің де жолың болмай жатыр ма? Жұмысқа қабылдамады ма? Идеяңды ешкім қолдамады ма? Бәлкім сен де қазір Джек Маның KFC-ден кейінгі күйін кешіп жүрген шығарсың. Есіңде болсын, сәтсіздік бұл соңғы нүкте емес. Бұл сенің мықтырақ болуың үшін берілген сабақ. Егер сен берілмесең, сенің де жеңіс сағатың соғады. Джек Маның бір құпиясы бар. Ол ешқашан бай болуды армандаған жоқ. Ол өзгелердің мәселесін шешуді армандады. Әлемге пайдаңды тигіз, сонда әлем сенің алдыңда тізе бүгеді.